Біз қазір ол рас. қарны тоқ, үстінде киімі бар бір жетім қалыппыз. Жетімдік деген не нәрсе? Жетімдік деген саған жанашыр болатын адамның жоқтығы. Мысал ғана интернатта тәрбиеленіп жетіп жатқан балалар бар ғой, әке шешесі жоқ, олар аш емес, олар жылы жерде жатыр. Бірақ біз олар неге жетім деп айтамыз? Себебі жанашырлық қылып, махаббатын, мейірімін төгетін, ай деп оны тыйып отыратын, немесе оған мотивация беріп, қолдап отыратын адамдар жоқ болған кезде оны жетім деп айтамыз. Ал біз тек қана интернатта тәрбиеленіп жатқан бала емес, біз жалпы ұлт ретінде жетім болып қалдық. Себебі неге? Себебі үлгі көрсетіп алдыға жылжып отырған ақсақалдарымыз жоқ. Үлкендердің үлгісі азайды. Кешегі кеңестік кезең біздерге бір қазына қария тәрбиелеп берген жоқ. Жасы үлкен, өмір көрген, тәжірибелі адамдар бар. Бірақ ұлттық негізден сусындап кешегі тарихпен бүгінгі технология заманын біріктіріп бізге жол көрсететін адамдар жоқ. Осы тұрғыдан біз жетімдік көріп жатырмыз.